hello guys. Let's continue reading. Reading яғни оқылым, қалай ағылшын тілінен оқимыз және оны аударамыз. Мен бүгін өте оңай мәтін алдым, яғни басынан қиындатпай оңай қылып бастайық, иә. Next, мен бірінші оқимын. Бірінші тыңдап алыңыздар. Сосын видеоны қайтып басына қойып, менімен бірге жарысып оқимыз. Яғни ол shadow деген техника, өте керемет техника. Соны бүгін бірінші сабақтан бастап, бүгіннен бастап уже бастаймыз техникаларды. Яғни бірінші мен тыңдап аласыз қалай оқығанымды. Сосын тоқтатасыз, қайтып басынан бастап мен бірге жарысып, шағаласып тұрып оқимыз, иә. Мына жерде 3 адам өзі туралы айтылған. Мен бірінші адамды оқимын, аударып аламыз. Екінші адамды оқимын, аударып аламыз, okay? So, let's continue. Let's start then. This is Ian. He is 19 and he's a student. Ian is Chinese. He is from Shanghai, a big city in the east of China. Енді мен дұрыстап оқимын. Өзім күнделікті қалай оқимын солай. This is Ian. He is 19 and he's a student. Ian is Chinese. He is from Shanghai, a big city in the east of China. And let's translate. Енді аударамыз. Okay? First one is this. This жазып алыңыздар. Сөздік дәптерге как положено жазып аламыз. This аударылады мынау. Мынау Ian. Мынау Ian деген адам, баланың аты да. He аударылады ол. 19 19. Ол 19-да және ол студент. Ian is Chinese. Chinese бұл Қытай ұлты да, қытайлық немесе Қытай тілінде Chinese деп айтады. Ian ол қытайлық. Ол Шанхайдан. Қандай? A big city. Үлкен қала. Сөйлемнің соңынан бастаймыз. Қытайдың, China бұл Қытай. Қытайдың east бұл оңтүстік деп аударылады. Қытайдың оңтүстігіндегі үлкен қала Шанхайдан деп аударылады. Окей? Өте оңай. Дәл осыған ұқсас қазір біз бірге шығарма жазамыз. Next one is about Moira. Next, let's start. This is Moira. She's an English teacher and she's 28. Moira is Irish. She's from Galway, a city in the west of Ireland. The west of Ireland. The деген артикльді көбінесе бізде курстағылар the деп анық оқиды. Негізі көбінесе оқылады the. Okay? Енді дұрыстап оқимын. This is Moira. She's an English teacher and she's 28. Moira is Irish. She's from Galway, a city in the west of Ireland. Енді кеттік аударамыз. This бағана айттық мынауды. Мынау Moira. Ол ағылшын мұғалімі. Және ол 28-де. Moira ирландық. Irish бұл тілдің және де ненің ұлттың аты. Ирландық деп аударылады. She is from Galway, a city in the west of Ireland. She дегенді бірінші аударып аламыз. Ол және де сөйлемнің соңынан бастаймыз. Ireland аударылады Ирландия. The west of Ireland Ирландияның батысындағы инде. Ирландияның батысындағы қала Galway'ден. Бітті. Осыған ұқсастырып, қазір өзіміз туралы немесе туысқанымыз туралы шығарма жазамыз. Next one, let's continue. This is Fadil. He is Egyptian. He is from Alexandria, an important city in the north of Egypt. Fadil is 25 and he is a receptionist in a hotel. Кеттік. This мынау Фадил.
ол Egyptian, қайталаймыз бірге. Egyptian, египтяндық. Я, бұнда енді тіл жоқ, бұл ненің Египтің несі. Egyptian, египтяндық, египтиялық немесе. Ол Александрия деген қала бар, я. Ол Александриядан, және мына жерде негізі сөйлемді соңынан бастаған дұрыс бұл. Египеттің of тың. Египеттің north аударылады солтүстік. In даде солтүстігінде. Египеттің солтүстігіндегі important жазалаңыздар. Important маңызды деп аударылады. An important city маңызды қала. Яғни Египеттің солтүстігіндегі маңызды қала Александриядан. Фадил is 25. Фадил 25-те. Және ол receptionist, негізі қазақша receptionist деп айта береді, немесе әкімшілікте, яғни бар ғой, қонақ үйлерге барған кезде алдында жазылып тұрады receptionist деп, немесе администратор деп, администрация деп, сондай мағынада қолданылады. Receptionist in a hotel, қонақ үйдегі receptionist болып жұмыс істейді екен, яғни receptionist. Егер де receptionist дегеннің басқа аудармасы бар болатын болса, комментарийға немесе WhatsApp-қа маған жазып жіберіңіздер, окей? Маған үлкен көмек болады. Енді кеттік, мен сіздерге бүгін шығарма жазуды үйрететін боламын. So let's continue. Не істейік? Мына Фадилдің несін алайық та, текстін алайық та, содан шығарма жазайықшы. This is Фадил. Немесе оның орнына енді біз мұнда үшінші адам туралы жазып тұр, енді біз өзіміз туралы жазамыз, я? My name is Ақмарал, мен өз атыммен жаза беремін, я? He's Egyptian деп тұр. Мен қазақпын деп айтуым керекпін. I am Казах. Казах міндетті түрде ағылшын тілінде, қазақ тілінде, қазақпын дегенде үлкен әріппен жазамыз. Яғни ұлт атауы қазақ тілінде жазады. He's from Alexandria, яғни ол қай жақта екенін жазып тұр. Мен айтам, I'm from, for example, Атырау. I'm from Атырау. Енді қараңыздар. Енді Атырау деген онда үлкен қала емес. Сондықтан мен жазам an important city. Шынымен қазір кім Атырау деген маңызды қалалардың бірі болып табылады, я? An important city in the батыс ағылшынша болады. West, in the west of Kazakhstan деп жазамын. In the west of Kazakhstan. Фадил is 25 дейді. Фадил 25-те, мен өз жасымды жазамын. Мен 32-демін деп. I am 32 және мен ағылшын тілі мұғаліммін. Мен айтамын and I am an English teacher. I am an English teacher. Болды. Міне осы 4 сөйлемнен тұратын нені шығарманы сіздердің өздеріңіз туралы және де тағы бір практика үшін өзіңіздің досыңыз туралы жазу керексіз. Енді қазір мен сізге досым туралы, яғни өзім досым туралы жазып жіберейін, я? Басқа елден деп, немесе басқа қаладан деп жазамын. This is деп бастаймын бұны. Мынау кім деп айтамын? Мынау Айдана деп айтамын. This is Айдана. Ол қазақ. She is Kazakh. Біз алдыңғы видеода өттік, я? She is Kazakh. Ол қазақ. Ол да тұраудан басқа не таңдап жіберейін. Ол Ақтаудан деп жазайын. She is from Ақтау. Так, Ақтау бізде тоже батыс қазақстан болып кетеді, сондықтан Алматы деп жаза берейін. She is from Алматы. Так, she's from Алматы. A big city. Я, Алматы бізде үлкен қала. A big city. In the бізде оңтүстікте орналасқан. In the east of Kazakhstan. Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан үлкен қала, да? Және де Айдана бізде 33-те. Сондықтан мен айтам, ол 33-те. She is 33. Ол 33-те. She is 33 and she is, ол қазір декретте отырған ана. Сондықтан мен айтам, she is on maternity
leave. Біз алынға видеода мен үйреткен болатын декретныйда деген қайда екен. Міне қараңыз, мен уже 2 шығарма сіздердің көзінше жазып тастадым, иә. Дәл осылай қылып өзіңіз туралы және де анаңыз туралы жазуыңызға болады, немесе тағы бір досыңыз жақсы көретін, иә, сол туралы жазуыңызға болады. Okay? Thank you. So, we have finished our lesson. Goodbye.